Бәріңізге ассалаумағалейкум. 500 мың әскерді соғысқа жасақтай аламыз деген Лукашенконың көздегені не? Шынымен де Украинаға екі тұстан қауіп төнді ме? Батикан азғырып отырған Путин өз діттеген мақсатына жете ме? Зеленский өтінішінен кейін НАТО соғысқа қатыса ма? Бұл туралы сұмдық ақпараттарды сізге көрген дұрыс. Біздің қолдаушы патша көңілді көрермендер. Бар болғаны 15 секундыңызды қиып, видеоларымызға лайк басып арнамызға тіркеліп, қасында шыққан кішкентай ғана қоңыраушаны түртіп өтіңіздер. Сіздердің бізге көрсеткен қолдауларыңыз зор шабыт пен еңбегіміздің жемісі болып табылмақ. Кеттік ендеше. Бір үйде 3 бірдей мүгедек бар. 3 бірдей мүгедек бар. Сағыр анамыз ол кісілерге қарайды. Өте қиын. Dostlarım pәленшен той қызын ұзатып жатыр, баласын үйлендіріп жатыр дейді, ондай жерге барамаймын да. Үйде естіп жатырмын. Ондай жерден жіпті көрсем, осы асыл үлестан білген. Қайсы жіптіңімнен де отқа тастай жіберем аламды қойшы. Қызымнан оғал қойшы, әкесен қамдасыз, әкесінің тілі бір ғой. Қызымнан оғал шығар дейміз. Кейде мына балама да ұрса, мәйсап өзің ептесей сен жүресің ғой, сөйлесің ғой деймін. Психологический жағынан бар да балам енді ол. Денім сау болған кезде бұндай тірлік болмайсын еді. Қолдан келгенше көмек береш ағайындар. Енді өздерін көріп тұрсыңдар, қиын отбасы екен. Сіздерге теңеміз, барынша қолдау сіздерге. Соғыста бұған дейін өз аумағына Ресей әскері орналасып, Украина жеріне зымыран және әуе шабуылын жасауға рұқсат берген Беларусь енді ашық соғысқа кірісуі мүмкін дейді сарапшылар. Беларусь бұл соғыстың бір қатысушысы саналады. Ол тікелей Украинаға шабуыл жасамаса да, агрессорды ашық жақтаушы ретінде санкциялық қысымға ұшырауда. Лукашенко араға 7 ай салып, бір апта бұрын Беларусьтің бұл соғысқа қатысып жатқанын мәлімдеді. Біз ешкімді өлтірген жоқпыз, бірақ біз бұл арнайы операцияға қатысудамыз деді ол. Беларусь әскері Украина соғысына араласу қаупі еселеп артты дейді батыстық сарапшылар. Лукашенко 7 айдан астам уақыт бойы Путиннің бопсасына көнбей, уақыт созып келеді. Алайда өткен аптада біраз өзгеріс болды. Беларусь сыртқы істер министрлігі Украина елшісін шақырып алып, қарсылық нотасын табыстады. Сондағы айтқаны, Украина бізге шабуыл жасауға дайындалуда дейді. Әрине бұл ақылға қонымсыз. Киевке екі фронтта соғысу өте қиын екенін 5 жастағы бала да біледі. Оның үстіне Украинаның бар мақсаты өз аумағын деоккупациялау. Болды, басқа мақсат жоқ. Күні кеше Беларусь қорғаныс министрлігі қажет болса 500 мың адамды мобилизациялай аламыз деді. Беларусь жерінде Ресейдің мобилизацияланғандарынан 20 мың адам орналаспақ. Сондай-ақ Иранның камикадзе дрондары да Беларусь жеріне әкелінуде. Сарапшылар Беларусь оңтүстігі мен батысына әскерін топтастырып жатқанын айтады. Ал Украина Беларусь жақтан болуы ықтимал шабуылға дайындалып, маңызды жолдарды миналау, көпірлерді жару жұмыстарын іске асыруда. Украина өзінің 4 аймағын азат ету операциясын күшейтті. Осы сәтте Беларусь әскері соғысқа қосылса, онда Киев облысына төнетін қауіпті ескеріп, оңтүстіктегі және шығыстағы әскердің бір бөлігін Украина солтүстігіне жылжытуы мүмкін. Бұл сөзсіз азат ету операциясының қарқынын төмендетеді. Ресейдің Херсонды жоғалту қаупі артқан сайын, Беларусьтың соғысқа қосылу қаупі де артуда. Путин Лукашенконы көндіріп, бәлки мәжбүрлеп елек. Беларусьтың соғысқа кіруінен бөлік, Қырым көпіріне жасалған соққыға байланысты Украинаға Ресей зымыранмен соққы жасауда. Киев, Львов, Житомир, Харьков, Запорожье соққасында қалды. Қаза тапқандар мен жараланғандар саны көп дейді Украина билігі. Нысандардың барлығы дерлік бейбіт тұрғындарға тиесілі, ал әскери нысандар зардап шекпеген. Мектеп, көше, жаяу жүргіншілер жолағы мен балалар алаңына зымырандар түсуде. Украина президенті Владимир Зеленский Ресей жағы ядролық қару қолданбас үшін оған ескерту соққыларын жасауды НАТОдан сұрады. Австралиялық Лоуи институтының форумына видео байланыс форматымен қатысқан Украина басшысы осылай деп мәлімдеді. Зеленский бұл ұсынысының Ресейге қарсы қару қолдану дегенді білдіретін білдірмейтінін түсіндірмеді. НАТО не істеу керек?
Ресейді ядролық қару қолдану мүмкіндігінен айыру керек. 24 ақпанға дейін айтқанмын. Халықаралық қауымдастықтан тағы сұрайым. Қарудың мұндай түрін қолданған жағдайда не болатынын оларға түсіндіру үшін ескерту соққыларын жасау керек. Ресейдің ядролық соққы жасауын күтіп отырудың қажеті жоқ. Енді осыған көштің бе? Олай болса біздің жауабымыз мынадай деп отырмас үшін қысым көрсету тәртібін қайта қарау қажет деп мәлімдеді Украина президенті. Зеленский мәлімдемесіне Ресей атынан президенттің баспасөз хатшысы Дмитрий Песков жауап берді. Ол Зеленский мәлімдемесін дүниежүзілік соғыс бастауға үндеу деп сипаттап, Украина президентінің осы айтқандарына бүкіл әлем, әсіресе ақш, Ұлыбритания және Еуроодақ назар аударуы тиіс деп мәлімдеді. Ресей қауіпсіздік кеңесі басшысының орынбасары Дмитрий Медведев Зеленскийді Ресейге ядролық соққы жасауға үндеді деп айыптады. Зеленскийдің баспасөз хатшысы Сергей Никифоров президент Ресейге әскери соққы жасау туралы айтпады деп түсіндірді. Никифоровтың айтуынша Зеленский Ресейге қарсы санкция енгізу туралы ұсынысын тағы қайталады. Мұндай ұсынысты ол 24 ақпанға дейін де жасаған. Украин президентінің баспасөз хатшысының мәлімдеуінше, ядролық соққымен Украина емес, Ресей қорқытып отыр. Ресей Украинаға басып кіргелі бері президент Владимир Путин ядролық қару қолдану мүмкін екенін бірнеше мәрте қайталаған. ақш президенті Джо Байден Біріккен ұлттар ұйымының бас ассамблеясында Ресей президенті Владимир Путинді Еуропаға ядролық қоқан-лоққы жасап отыр деп айыптады. ақш президентінің ұлттық қауіпсіздік жөніндегі кеңесшісі Джейк Салливанның мәлімдеуінше, Ресей Украинаға қарсы ядролық қару қолданар болса, апат салдарынан астында Мәскеудің өзі қалады делінген. Сіз үшін көрген дұрыс.